Тәуелсіздік күніменен баршаңызды құттықтаймын. Қазақстанның ең ұлық мерекесі баршаңызға қуаныш, береке және жаңа серпін алып келсін. Еліміздің көк байрағы әрдайым биіктен желбірей берсін. Халқымыздың бірлігі мен тыныштығы нығая берсін. Әр отбасының шаңырағында амандық, бақ-береке орнасын. Жеріміздің абыройы артып, келешегіміз кемел болсын. Енді тәуелсіздікке біз қалай жеттік? Кішкене осыған тоқталып кетейін. Тәуелсіздік бір күнде келген жеңіс емес, ғасырлар бойы ұлттың жүрегінде арман мен күрестің нәтижесі. Қазақ халқының тәуелсіздікке жету жолы ерлікке, төзімге, бірлікке толы ұзақ тарих. Еліміздің еркіндік жолында алғашқы қадамдары түркі қағанатынан бастап тарих сахнасында көрінді. Көне түркілердің өз жазуы, мемлекеттік дәстүрі, кең далаға жайылған мәдениеті кейінгі ұрпаққа мұра болып қалды. Ал 15 ғасырда қазақ хандығының құрылуы дербес қазақ мемлекетінің іргетасы қалаған шешуші оқиға болды. Керей мен Жәнібек бастаған ел еркіндікке ұмтылып, жеке хандық құрып, қазақтың ұлттық бірегейін қалыптастырды. Алайда еркіндік жолы әрдайым жеңіл болмады. Жоңғар шапқыншылығы, сыртқы қауіптер, ішкі қайшылықтар елді қажытып, Ақтабан, Шұбырынды секілді тарихи қасіреттерге әкелді. Соған қарамастан халық бірлікте сақтап, Абылай хан сияқты көреген басшылардың арқасында мемлекетті жоғалтпай елді сақтап қалды. 18-19 ғасырда патшалық Ресейдің отарлау саясаты қазақ даласының тәуелсіздігін шектей берді. Ұлт-азаттық жолында Кенесары хан, Исатай Махамбет, Амангелді бастаған абзал батырлар күресті. Олардың мақсаты елді бодандыққа азат ету, ұлттың еркіндігін қайтару еді. 20 ғасырда қазақ халқы ең қиын кезеңді ашаршылықты, қуғын-сүрлікті, мәдени әрі саяси қысымды бастан өткізді. Алайда ұлт рухы жойылған жоқ. 1986 жылы желтоқсан көтерілісі тәуелсіздікке бастар ең батыл қадам болды. Жас талапкерлердің бостандық керек деген үндеу ұлттың санасына оятып, ертеңгі азаттықтың алғашқы сәулесі болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Бұл ғасырлар бойы армандаған қан мен жанмен келген ұлы жетістік. Тәуелсіздік бізге елді өзімізді басқаруға, тіліміз бен дінімізді жаңғыртуға, әлемге танылуға мүмкіндік берді. Тәуелсіздік өткеннің ауыр сабақтары мен болашаққа деген сенімнің жемісі. Біз бұл жеңісті бағалап, оны сақтап, нығайту үшін бірлікпен, біліммен, еңбекпен қызмет етуіміз керек. Тәуелсіздік біздің басты байлығымыз, ұрпаққа қалатын ең қымбат мұрамыз.